Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың пайдасы. Салауат айту күнәлардың кешірілуіне себеп. Кімде-кім маған 1 рет салауат айтса, Алла ол адамға 10 рет салауат айтады. 10 қателігі кешіріліп, 10 дәреже көтеріледі. Қияметте пайғамбарымыз оның қасында болады. Қиямет күн адамдардың маған ең жақыны, маған ең көп салауат айтқандары. Расулаллах салауат айтушыға жауап қайтарады. Сәлем берген адамның сәлеміне жауап беруім үшін Аллах рухымды маған қайтарып береді. Дұғалардың қабыл болуына себепші болады. Пайғамбарымыз намаздан соң Алланы мадақтамай, пайғамбарға салауат айтпаған адамды көреді. Сосын бұл адам асығыстық жасады дейді. Одан кейін шақырып алып былай дейді: дұға еткен кездеріңде алдымен Алланы мадақтап, сосын салауат айтыңдар делінген.